Ең үлкен капитал не десе, ғалымдар айтқан бала шағаң сенің деген. Ақша емес деген. Көп капитал деген кезде ақшаны ойлайды ғой. Ақшаны сала берейін, жинай берейін, ертең алдынан шығады. Мысалы, пенсионный фонд капитал деп жатыр көбісі. Шариғат ғалымдар айтқан жоқ, пенсионный фонд емес деген капиталың сенің. Сенің негізгі капиталың балаларың деген. Ертең сен қартайып, білектен күш кетіп, белден қуат кеткен кезде сен кімге қарап қаласың? Балаларыңа қарайсың сен. Сол балаларың сен алып кетеді әрмен қарай. Сен былай шыққан кезде еккен егінің жеміс беретін уақыт келді енді. Енді солар тек қана саған емес, елге жеміс беретін балалар ғой иншалла. Оның басында сен тұрсың. Ол балалар сондай жеміс беру үшін сен оларды не істеуің керек уақытысында? Халал нанмен азықтандырып, балаларға арам жегізбей, арам кигізбей, арам ортаға араластырмай балаға әке жауап береді. Сөзде ол балалар салихалы ұрпақ деген сөзде айтамыз дегенде, нағыз капитал сол бала шаға деп айтқан ғалымдар.